Келесі 529 есептің біріншісін шығарайық. Бірінші амалын шығарам. 8,4-тен 3 азайтылған 5,2-ден 1. Бөлшектің бөлімін ортақ бөлім береміз, 4 санына келтіреміз, 2-ден береміз. Сонда бүтін бөліктерді азайтатын болсақ, 3-ке тең. Бөлшектің бөлімі 4-ке тең. 3 азайтылған 2 болады. Сонда 3,4-тен 1-ге тең болады екен. Келесі екінші амалын шығарайық. Ол бізде 2,6-тан 1 бөлінген 3,4-тен 1 тең. Так, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып аламын. 6 болады, 12, 13 бөлінген 4, 12, 13 тең. 6-тан 13 көбейтілген 4 сан бөлшектің алымына шығарамыз да 13-ті бөліміне түсіреміз. Тең қысқарып кетеді. 2 санына қысқартатын болсақ 2 болады, 3 болады. Сонда нәтижесі 3-тен 2-ге тең болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Амалдап шығарам. Біріншісі 3,5-тен 2 қосылған 1,15-тен 11 тең. Ортақ бөлім береміз. 15 санынан 3 болады. Бүтін бөліктерін қосып жіберетін болсақ 4-ке тең. Бөлшектің бөлімі 15-ке тең болады. Алымы 6 қосылған 11. Сонда 4,15-тен 17-ге тең болады. 17 саны 15 санынан көп. Ішінде бір рет бар, 5-ке 5 болады, 15 болады, қалдығы 2-ке тең. Сонда 5,15-тен 2-ке тең болады екен. Енді екінші амалын шығарайық. Екінші амалы 3,20-дан 17 бөлінген 5,15-тен 2 тең. Бұрыс бөлшекке айналдырып жазып алайық. 20, так, 60, 70, 7-ге тең болады. Бөлінген 15, 15-ті 5-ке көбейтіп 2-ні қосатын болсақ, 77 болады екен. Тең 20 бөлімде тұрады, 77 алымда. Енді екінші бөлшектің орнына ауыстырайық. 15, 77. Тең 77 мен 77 қысқарып кетеді. 5 санына қысқартатын болсақ, 3, 4 болады. Сонда нәтижесі 4-тен 3-ке тең болады екен. Бұл бізде екіншісі. Енді үшіншісін шығарайық. Үшіншісін амалдап шығарамыз. Бірінші амалы, так, 4,5-тен 3 азайтылған 2,5-тен 1 тең. Ортақ бөлім қажет жоқ, бірдей екен. Бүтін бөліктерін азайтайық. 2 болады, 5 болады, 2 болады. Сонда нәтижесі 2,5-тен 2-ге тең екен. Енді екінші амалы 2,5-тен 2-ні бөлеміз 1,10-нан 1-ге тең. Бұрыс бөлшекке айналдырайық. 5, 10, 12 болады. Бөлу 10, 11 тең. 5-тен 12 көбейтілген 10 алымына шығады, 11 бөлшектің бөліміне түседі. 5 санына қысқартып жіберсек 2 болады, 11, 24. 24-ті 11-ге бөлетін болсақ, 2,11-ден 2-ге тең болады екен. Бұл бізде үшінші есептің жауабы. Енді төртіншісін шығарайық. Жақшанышын орындап алам. Бірінші амалы 1,7 қосылған 5-тен 4. Так, ортақ бөлім береміз. 2 санынан беріледі. Сонда 1 бөлшектің бөлімінде 10 болады. 7 қосылған 8. Ол дегеніміз 1,10-нан 15-ге тең болады. 15 санның ішінде 10 бір рет бар. Ол бүтін бөлігіне қосылып кетеді. Сонда 5 болады. Так, 5 қалды. Енді 5-ке қысқартып жіберейік. Осы жерде 2,2-ден 1-ге тең болады. Енді екінші амалын шығарайық. Екінші амалы осыны бөлеміз енді. 2,2-ден 1 бөлінген
1,8-7 тең. Так, 2 болады 4, 5 бөлінген 8, 15 тең. 2-ден 5 көбейтілген 15 бөлшектен бөліміне түседі. 8 алдына шығады. Қысқартып жіберейік. Так, 3 болады, қысқартып жіберейік. 4 болады. Сонда 3-тен 4 кетен. Ол дегеніміз 1,3-тен 1 кетен болады. Сонда бұл 4-шінің жауабы екен. Келесі 8-ші есептің бірінші жолын шығарайық. Яғни 8,12-ден 7 азайтылған 2,8-ден 5. Так, ортақ бөлім 24 санынан береміз. 2 болады, 3 болады. Бүтін бөліктерін азайтатын болсақ 6-ға тең. Бөлшектің бөлімі 24-ке тең болады. 14 азайтылған 15 болады. Оқушылар 14 санынан 15 санын ала алмаймыз, сондықтан да қарыз сұрап бөлшектеп жазып аламыз. Сонда 15 болады, 24 қосылған 14 азайтылған 15. Сонда бөлшектің бөлімі 5-ке тең болады, бүтін бөлігі. Ал бөлімі 24-ке тең болады, алымы 23-ке тең болады екен. Екінші амалын орындайық. 5,24-тен 23 бөлінген 2,6-1 тең. Так, 24 көбейтіп қосатын болсақ 143-ке тең болады. Так, бөлу 6, 12, 13. Сонда 24-тен 143, 13-ті жазамыз, 6 алымнан шығады. Қысқартып жіберетін болсақ 4-ке тең. Ал 143 пен 13 санын өзіне қысқартатын болсақ 11-ге тең болады. Сонда 4-тен 11 сан шығады. Ол дегеніміз 2,4-тен 3-ке тең деген сөз. Мен есебіміз аяқталады. 530-ші есептің біріншісін шығарайық. Тең деп жалғастырап берілгеннен кейін 27-ден 8 көбейтілген 7-ден 9 бөлуді енді көбейтуге айналдырып жазам. 7 алдына шығады, 4 бөлшектің бөліміне түседі. Қысқартып жіберейік, 1 болады. Қысқартайық 4 санына 1, 2 болады. Қысқартайық 9 санына 3 болады. Сонда 3-тен 2-ке тең болады екен. Келесі екінші есеп шығарайық. Тең деп жалғастырамын. 12-ден 11. Так, көбейту болады. 24 саны бөлшектің алымына шығады. 7 болады. Оқушылар, мына жерде аралас сан бар, аралас санның бөлшектің бөлімі 21-ге тең. Ол алымына шығып кетеді. Ал бөлшектің бөлімі 42, оған 4-ті қосатын болсақ 44-ке тең болып кетеді. Ол бөлшектің бөліміне түседі. Тең. Қысқартайық, 3-ке тең болады.
Так, қысқартайық, мен қысқартып жіберейікші осыны. Так, 4-ке тең болады. Енді 4 пен 24-ті қысқартайық, 6-ға тең болады. Енді 11 мен 44-ті қысқартатын болсақ, 4-ке тең болады. Сонда 6 мен 4-ті де қысқартып жіберсек, 2 болады, 3 болады. Сонда 2-ден 3-ке тең болады екен. Ол дегеніміз 1,2-ден 1-ге тең болады. Яғни оқушылар қысқартқанын түсінікті деп ойлаймын. Келесі үшіншісі 3, так, тең деп жалғастырып жатырмын. 6, 8 бөлу емес көбейту деп жазамыз да 35-ті алымына шығарып жіберейін. Енді бөлшектің бөліміне 24 түседі. Көбейтілген дейміз да 9 алымына шығып кетеді. Так, 18 25-ке тең болады. Тең. Енді қысқартайық. Қысқартатын болсақ 3-ке тең болады. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-да 9-бен қысқарып кетеді. Так, екеуін енді 5 санына қысқартайық, 7 болады, 5 болады. Сонда 5-тен 7-ге тең. Ол дегеніміз 1,5-тен 2-ге тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 2 тең деп жалғастырайын. Аралас саны бұрыс бөлшекке айналдырып жатырмын. 26 27-ге тең болады. Көбейтілген, так, 2 3 көбейту дейміз да бөлшектің бөлімін алына шығарып жіберейін. Ал енді 8 9 болып бөлшектің бөліміне түседі. Қысқартайық. Так, мен қысқартатын болсам 3-ке тең болады. Екеуінің көбейтіндісі 4 болады. 3-ті 3-ке көбейтетін болсақ 9-ға тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. Так, 16-дан 15 көбейтілген 8 алымына шығып кетеді, 5 бөлшектің бөліміне түседі. Көбейтілген 9 10 тең. Қысқартып жіберетін болсақ 2-ке тең болады. Қысқартайық. Так, 2-ке тең болады. 2 мен 2 қысқарып кетті. Екеуін қысқартып жібереміз. 3 санына 3 болады, 5 болады. Сонда 3-ден 5-ке тең. Ол дегеніміз 1,3-ден 2-ке тең болады екен. Келесі 6-шы есеп шығарайық. Берілгеннен кейін тең деп жалғастырамын. 14 алымында 13. Көбейтілген дейміз. 21 сан алымына шығарып жіберем. Так, 25-ке тең. Тең емес бізде әлі. Көбейту болып жалғасады. Так, 5 алымына шығады да 13 бөлшектің бөліміне шығады. Тең. Так, 13 пен 13 қысқарып кетеді. 5-ке қысқартсақ 5 болады. Так, 7-ге қысқартатын болсақ 3 болады да 2 болады. Сонда 10-нан 3-ке тең болады екен. Келесі 7-ші есепті шығарайық. Так, бөлшектің бөлімінде 38 көбейтіп қосатын болсақ, нәтижесі 161-ге тең болады. Көбейтілген бөлшектің бөлімінде 23 алымда 5-ке тең. Көбейту деймізді 19-ды алымына шығарып жүреміз, бөліміне 7 санын түсіреді екенбіз. Енді қысқартайық. Так, 23 пен 161 санын қысқартайық. Оның нәтижесі 23-тің өзіне жоқ. 161 мен 7-ні қысқартайық. Сонда 23-ке тең болады да, 23-ті 23 пен қысқартып жіберетін болсақ 1-ге тең болады. Келесі енді 38 мен 19 қысқартайық, ол 2 болады. Сонда бізде қалды 2-ден 5 деген сан. Ол дегеніміз 2,2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі 8-шін шығарайық. Тең деп жалғастырамыз берілгеннен кейін. 19, так, көбейтсек 54-ке тең болады. Көбейтілген 9, 18, 19. Так, алына 8-ді шығарып жібереміз. Көбейтіп қосатын болсақ, нәтижесі так, 24, 27-ге тең болады. Тең. Енді қысқартайық. Қысқартамыз 27 мен 54-ті 2 рет бар. Так, 19 мен 19 қысқарып кетеді. Сонда 16 бөлінген
9-ға тең. Бұл дегеніміз 1,9-дан 7-ге тең екен. Сонымен есебіміз аяқталады.